Ғалымдар айтады, дәретті жас бала секілді алыңдар дейді. Намазды қариялар сияқты оқыңдар дейді. Бізде наоборот болып кетті. Дәретті созылып 2 сағат дәрет алады. Ей босайшы, созылып жүріп алады. Намазды қалай оқиды? Жас балалар сияқты. Ой, зылдады. Бір қарасаң сәлем беріп шығып кетіп баратыр да. Сен қазір ғана кіргенім ғой. Жоқ дейді, намаз оқып алдым дейді. Бәрі. Ал негізінде ақиқат не деп айтқан? Дәретті қалай ал дейді? Жас бала сияқты. Тездетіп ал, намаз дәреттің 4 парызы ғой. 4 парыздың орнында мұстахаб сүннеттің орнында шығып кетті тездетіп, жүре бермей. Намазды қалай оқы дейді? Қариялар сияқты оқыды. Қариялар қалай оқиды намазды? Асықпай, қиямда тұрады. Сен сияқты тез еңкей алмайды олар. Жай рухықта тұрады. Сен сияқты атып тұра алмайды қайта рухықтан қиямға. Жай тұрады асықпай. Сәжеде жатқан кезде белгілі ғой қариялар ақырында басықпай. Ғалымдар сөйтіп айтқан, намазды қариялар сияқты оқыңдар дейді.